Ассалаумағалейкум достар, каналға қош келдіңіздер. Міндетті түрде қарап кетіңіздер. Қазір біз арқаға арналған жаттығуды көрсетеміз. Және де бұл сені турникке тартылуға бір ғана жаттығу болды. Сен далада қазір қыс болса да бәрібір сен бұны істесең үйренесің. Олай болса кетіп бастаймыз. Бұл қандай жаттығу екен көрсетейін. Айтып қояйын достар, каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңдер, себебі біз жаңа жылға дейін бір ай қалды. Мың подписчик жинаймыз. Олай болса кетіп бастаймыз. Былай ұстаймыз. Сәл қолымызды ашамыз, аяғымызды жібереміз. Сосын кеудемізді көтеріп тигіземіз. Сәл жатынайық, тартамыз. Достар, бұл жаттығудың ең жақсысы, неге жақсы деп ойлайсыздар? Себебі бұл жаттығу сіздің арқаңыздың дамуға өте қатты әсер етеді. Және де сіз бұл арқылы осы жаттығуды істей аласыздар. Бұндай құралды жасау сізге болмайды. Осы жерде істерге болып жүретін айтып кетейін. Жасау үшін сізге керекті заттарды қазір атып келеді. Братишка, давай! Бегет, аз келеді, братишкам. Не істесейші, заттарды әкеш, видео жасау. Бош тез. Болды емес, болды тез. Қазір кетсек, күтіңіздер, 1, 2, 3. Не болды саған, нөмірсін күттіріп балаға, кәдімгі контент тұрып жатыр, кезер мың подписчик болу керек қой. Бірген жатыр. Сен кесіріңе бар. Бар деген. Кет. Сосын бұл жерде сізге бір не көмектеседі. Мына видеоны қараңыздар, барлығы айтады, екі вайтенка болсын барлығы арқаға жасау үшін осылай кеудені тигізу керек деп. Ал бұл жаттығу болса сізге міндетті түрде соны үйретеді. Мен өзім турникке солай тигізе алмаймын, ал мынау арқылы мен қазір сәл үйреніп отырмын. Яғни бұл сіздің базаңыз болады. Менде соны дамытып жатырмыз. Олай болса достар, тағы да бір пайдасын айтып кетейін. Бұл сіздің тек қана арқаға бұлшықетін емес, сонымен қатар артқы дельта, яғни иық бұлшықетіне шығаратын болады. Сосын достар, сіздерге арналған менің кішігірім осыған программа құрдым. Соны төменіне скачать етіп аласыздар міндетті түрде. Қорықпаңыздар, барлығы сонда. Давай. Сосын бұл жаттығуды алдында Райымбек Ералыдан көрген шығарсыздар. Сосын жазуларыңыз мүмкін ойбай бұл Райымбек Ералыдан ұрлап алды деп. Жоқ, мен одан алған жоқпын. Мен оны просто өзім алдында ғана істей бастадым. Өзіме қызық бола бастады жасап. Сөйттім да мен түсіндім. Достар, келесі жолы мен арқа жаттығуларына арналған үлкен пайдалы кеңесті шығарамын, егер осыған көп комментарий жинасаңыздар. Сосын достар, ұмытпаңыздар, 1000 подписчик туралы. Сосын тағы да айтайын дегенім, міндетті түрде астығы өтіп каналға тіркеліп лайк басқандар және қуанышы басын ұмытпаңыздар. Сосын тренировкасы болады, тегін ол. Ешқандай да сізден ақша сұраусын жоқ, просто барып көшіп алыңыз. Сіздің арқаңызды шығарып және турникке тартуды содан үйренетін боласыз. Олай болса достар, сау болыңдар. Келесі видеода кездескенше 1000 подписчик жинаймыз деп ойлаймын. 500 ғана қалды ғой. Жәнегі братчикамызға келген орындықтарды аламыз, орнына қоямыз. Шамамен ортасы осылай болады. Одан кейін бару осындай нені аламыз. Былай қоямыз. Сосын былай тұрамыз. Хөп. Немесе достар, бұл керек емес. Арамызда мынандай арматура аламыз. Сосын барымызда былай қоямыз. Хөп. Хөп. Міне бұл сіздерге осылай істесеңіздер болады. Сосын достар, биік жерге істеңіздер, себебі ана жерде сіздің денеңіз симай қалады. Қолды ауыртпас үшін қолбақ киіп алыңыздар. Не болмаса қолбақ қазір пайда болады. 1, 2, 3.
Міне болды, қолбақпен тұрамыз. Болды. Визуализируй и покоряй.